Баршаңызға сәлем, біздің Ақтастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен керемет маска әзірлейтін боламыз. Қыз-келіншектер, экранға бер жақындаңыздар, себебі дәл осы маска сізді -10 жасқа жасартатын болады. Ең алдымен бізге осындай картофельный крахмал қажет болады. Онда бір шай қасық аламыз және кез келген 15 немесе 20% осындай қаймақ қажет болады. Одан да бір шай қасық қажет болады. Және бал. Осылай кез келген балды пайдалансаңыздар болады. Балдан да бізге бір шай қасық қажет болады. Сонда 3 қана заттан біз осындай керемет чудо маска жасағалы отырмыз. Не барлығын ыдысымызға салып алдық. Енді жақсылап араластырып шығамыз. Не қыздар, дәл осындай болғанға дейін жақсылап араластырып алатын боламыз. Осындай щетка қажет болады. Дәл осындай щетканың көмегімен таза бетке жағамыз. Егер бетіңізде макияж болатын болса, немесе қандай крем болатын болса, оны пенкамен немесе гидрофильді масломен тазалап аламыз. Дәл осы масканы аптасына 2 немесе 3 рет ұйықтардан алдын қолданамыз. Себебі ұйықтардан алдын жаққаннан соң, түнде осы маскадан соң кез келген өзіңіздің уходыңызды жасайтын болсаңыз, бетіңіз жұп-жұмсақ, қара дақтардан және бір жолата арыласыз. Кез келген масканы тұрақты түрде жасаған кезде білесіздер, өте мықты эффект болады. Мойын бөлігіне де жағуды ұмытпаймыз, себебі бет қана емес, бізде мойын да өте маңызды болып табылады. Қараңыздар, дәл осындай жаққаннан соң осылай бетіміз жылтырап тұрады. Қазір масканың барлығын жағып болдық. Енді бұны 15-20 минутқа бетімізде ұстаймыз. Қатты күлмейміз, қатты сөйлемейміз, өйткені біздің құрамына қосылған крахмал және бал кожаны жаңа тартатын болады. Және осыны майда әжімдерден кетіретін болады. 15 минуттан соң келісеміз. Міне енді маскамызды осылай жылы сумен жақсылап бірінші жуып алатын боламыз. Міндетті түрде қыздар, жылы су болғаны дұрыс. Жуып болған соң осылай пенка бар менде. Сіздер өздеріңіздің кез келген пенкаларыңызбен артынан жуып шығамыз. Бетті қатты баспаймыз. Бетті қатты мыжғылап та жуудың қажеті жоқ. Міне пенкамызды жылы сумен барлығын жуып шығамыз, мойын бөлігінде қоса. Қыздар, мен бетке ешқашан сүлгі қолданбаймын. Дәл осындай бір реттік салфеткалар бар. Дәл осындай салфеткамен жуатын бетімізді кептіріп алатын боламын. Не қыздар, қараңыздар. Бетім маскадан кейін осылай болып тұр. Ешқандай фильтр қосылып тұрған жоқ. Кожаңыз осылай тартылып, бетіңіз жылтырап, дәл бөпенің бетіндей күшті болып шығады. Міндетті түрде осы масканы жасап көріңіздер. Және біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта мен сіздермен үй жағдайында жасалатын керемет әжімді кетіретін, сіздерді жасартатын маскалармен бөлісетін боламын. Және керемет бір уходты қалай жасаудың бір лайфхактарымен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан міндетті түрде арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Бетім күшті, өзіме ұнап тұрмын.